Қайырлы кеш, құрметті достар, баршаңызға қайырлы күн. Мынау қоңыр әулие туралы видеом бар ғой. Сол видеода мен басыма шапка киіп, үстімде куртка қалын. Келатпайым ба? Соған жаза берген. Неге сен шалбар киесің? Неге сен көйлек кимейсің? Неге сен орамал тартпайсың деп. Енді бірін блокқа жүрсең тағы жаза береді, білмеймін. Соң өзіңмен неге енді қараңыздаршы. Ол біз суға түсуге баратырық қой, үңгірдің түбінде. Бәрібір шешінесің. Бірақ ешкім тыржаланаш суда жүрген жоқ қой, лапасы бар ботында. Біреу футболкамен, біреу лосинамен түсіп жатыр, әркім өзінің как удобно түсіп жатыр. Біреуге қарап жатқан жоқ, ана бәленірет түсінбейтіндері бар өздерінің занымен. Сөйтіп жатты әйтеуір, өзі тастай су ғой. Ешкімнің киіміне қарап та жатқан жоқ. Мына діншілдер, әсіре діншілдер отырып алады екен да, айтатыны бірыңғай белден төмен әңгіме, әуретіңді жап, әбүйіріңді жап деп. Қазақстанда жалпы, Қазақстанда тыржаланаш жүрген адам жоқ. Бұрын Қостанайда бір екі қыз, нудистер сияқты, түнгі клубтан шыққан, біреумен бәстескен. Көшеде жаланаш, тыр жаланаш бұтында лыпас жоқ жүріп өтті. Милиция ұстап әкетті, қоғамдық орында олай жүруге болмайды. Қазақстанда ешкім тыр жаланаш жүрген жоқ. Біреу шалбар киеді, біреу не киеді, әйтеуір үстінде киімі бар ма? Бар. Бірақ оларға мына діншілдер үшін киім емес, оған салпылдаған арабтың жерді сөз. Неге сен көйлек, мен ешқашан саяхатқа көйлек киіп айтып отырмын ғой, жаздым ғой, шоғайнаны бүкіл жерді, шөпті сыпырып көйлек киген адам емеспін. Ана брезент шалбарлар бар, соны кием дедім. Немесе спортивка кием, немесе аяғыма кроссовка кием. Ыңғайлы маған солай. Саяхатқа мен көйлек киіп сызылып жүрген адам емеспін. Көйлекті алып барам, бары көйлекпен түскен табиғатты. Сонда бұлардың мақсаты арабстар сияқты қара қапшыққа орандыру. Мына мойын неге ашық, мына маңдай неге ашық, сонда мына тұмшалан деп тұр ғой. Мен өз басым ашық-шашық жүрмеймін, мен қалың киінем, шалбар кием қалың. Бірақ енді көшеде де қыздар ашық жүрген жоқ. Бәрінің әуреті, әбүйірі жабық. Тек сіздер ауыздарыңызды жауып үйреніңіздер. Өз сенімдеріңіз, діндеріңіз өздеріңізге. Ауызды жабу керек, сананы белден төмен әңгімеден тазалау керек. Әурет, әбүйірден басқа да дүниелер барын түсіну керек. Сонда сізде бәрі жақсы болады. Айналадан сен тек жамандық көрме, тек бұтты ғана көрме, бұты ашық па жоқ па деп қарама. Сен ол адамнан басқа да жақсы қасиеттерді қара, ізде, табасың. Енді мен бұл кісілерге бір үлкен апа сөйтіп жазғандан кейін айттым да, сізде басқа жұмыс жоқ па, біреудің киімін сын айтатындай деп сөйдедім да, сөйтсем айтады, Құранда дейді, бұл бізге парыз саналған. Біз айтпасақ дейді, ана жақта сұраламыз дейді. Сонда Құраныңыз айтпады ма, біреудің ботына телміріп қарауға болмайды деп айтпады ма Құран? Біреудің әбүйіріне көзің сал деп айтты ма сонда сіздерге? Біреудің бұтына қара деп айтты ма сіздерге? Сол енді Құранда жазылмаған бекен. Алдымен өзіңді түзе, сөзіңді түзе, сосын өзгені түзейсің деп. Жоқ әлде айтты ма, бірден ұстаздарыңыз лицензия берді ме, жұрттың бұтын қадағала деп. Осындай адамдарға таңғалам. Мен мысалы қаншама қасиетті кітаптарды ерте оқыған адаммын ғой. Мен Торанды, Інжілді де, Құранды да. Мен біреудің әуретін қадағалау деген ешбір қасиетті кітаптан оқыған жоқпын. Сіздер қайдан оқығандарыңызды білмедім мен. Біреудің әуретімен алысуды қайдан оқығандарыңызды. Сондықтан айтам сіздерге, біреудің бұтын қадағалап, біреудің көтіне көзіңіз түскенше, өзіңіздің көзіңіз зинасын қадағалаңыз. Сол үшін де сұраласын деп қояйын енді сіздерге.
Өздеріңізге айтайын, бізде қазақта ондай тесіліп қарау деген жоқ. Адамға қарайсың, адам болғасын қарай түсінем, бірақ енді ана ауыздарыңызды түзеңіздер, сөздеріңізді түзеңіздер деп отырмын. Ал сөздеріңіздің барлығы боттың темасында. Білмеймін, мен исламдағы парыз деген намаз оқу парыз 5 уақыт, одан соң жаңа зекет беру парыз деген сияқты. Сол парыздардың бәрін орындап болып, енді бүкіл елдің бұтын, әуретін қадағалау қалды ма сіздерге? Әркім өз сенімі өзіне, киінесің бе, жабық жүресің бе, жоқ не істейсің, өзің шаруаң. Басқаларда мүлде келіп сондай дүниелерді айтпаңыздар. Өзің періште болып, өз дүниеңізде қалыңыз. Бұрын біздің әжелеріміз, мысалы, айттың шайына барсын, бір жерге барсын, құдайға барсын, орамалды алып байлай салатын бастарына. Бір, мен тақтым, сен де тақ, мен орамалға келдім деген қазақта сөз болмаған. Орамалды тағат байлайды. Ал орамалға келдім дейтін ол не бір? Адам ба, ол жаны бар зат па? Орамалға, бұл мына араб құлдардың қулығы. Яғни орамалды жұртқа үгіттеу үшін ел алдында жүрген блогерлерді сатып алады. Қарап тұрсаңыздар, блогерлердің бәрі хиджабта ғой. Солар жаңағы айғайлап тұрып тартады, мен орамалға келдім деп, маңыздығы бір шүберекті байлай салуды. Оныкі шүберек емес, олардікі хиджаб былай киіп, мына бетін бәрін бүркеу, салпылдатып, екі құлағы бар нені қойып қояды. Соны басқаларға үгіттеу үшін солай айтқызады. Орамалға келдім деп әдейі. Хиджаб десе, ана қудаланатын білет, орамалға келдім деп айтқызады. Аяқтарымен барады орамалдыға. Алып тартпайды олар. Баспен кірет жаңағы қара қапшыққа деген сияқты ғой. Осындай жаңағы сондай блогерлер ел алдында кішкентай қыздарын да орандырып қойған. Сонда оның орандырып қойған бүлдіршінге де жаман оймен қарайды деген. Арабтарда солай ғой. Қазақта мысалы көшеде кішкентай немересі кетіп, атасы жаман оймен қарамайды ғой, жеті ата заңдылығы бар. Ал арабтарда немере қарындасына үйлене береді. Ойлары арам. Көшеде біреу кетіп барды, соған көз сүзеді, жаман ойлы деген. Бүкіл арабтың жаман қылығын бізге әкеп жабыстырдық. Адамдарға айтатынымыз бірыңғай әуреттің темасы, әбүйірдің темасы, жап, осы. Мен айтар едім, ол орамалда тұрған ештеңе жоқ. Орамал сені біреудің көзінен қорғамайды. Керісінше сол еркектер мына құпияның астында не бар екен деп қарағысы кеп тұрады. Жүзің ашық болып, жарық болып жүру керек. Қазақта ондай салт болмаған. Және де өзінің бауырына, қыз балаға, бүлдіршінге жаман оймен қарамаған. Олар тақия киген, бүркемелемеген баланы. Осылардың барлығын тексеру керек. Ел алдында жүрген жаңа теріс ағымға кіріп кеткен блогерлерді тексеру керек. Сол жаңағы орамалға келгендер аяғымен баласына да андай хиджаб кигізіп қояды, кіттай баланы. Ерте бастан оған әйел деп қарайды, сәби деп, бүлдіршін деп қарамайды. Арам оймен қарап солай бүркемелеп қояды. Әурет жерінді жап деп. Сондықтан ана 9 жасар қызға үйленді ғой бір еркек, инстаграмды шулатып арабтарда. Қазақстанда да сондай болды. Біреу жас қызын беріп, балиғатқа толмаған. Ісі қаралды ғой, Қарағандыда ма. Сондықтан да қазақтың салты бұзылып жатыр. Арабтар қазақта ондай жоқ. Көшеде кетіп баратқан немересіне артылып, қосып кетіп, өзін ұстай алмаған адам қазақтың тарихында бар ма? Жоқ. Ол азғын сол батыстың дәстүрімен бізге сініп жатыр. Ойларының барлығы жаңағы әйелдерді бүркемелеу, әйелдердің әуреті, әйелдердің сол бой басы қарайтындар еркектердің. Хиджаб айтатын әңгімелердің бәрі хиджаб, ки-жап деп қазақшаға аударып алған. Жабыннан басқа айтпайды. Неге сен саналарыңды тазартпайсыңдар? Боттан басқа, ботты ғана неге ойлайды бұндай адамдар? Демек, оның ойы жаман. Кішкентай баланың өзін бүркемелеген қаласа, ол уже педофил деген сөз. Педофил қайдан шығады? Осындай ойы азғын, сондай ойды ойлайтын адамдардан шығады. Сондықтан да бұндайлардың барлығы дұрыс емес. Сол олардың әйелдері де болады. Неге сен оранасың десе,
еркектердің нәпсісін оятып алмауымыз керек дейді. Неге еркектердің нәпсісі ояна береді? Неге олар нәпсісін тия алмайды? Барсын да кестіріп тастасын, ояна берсе. Ұстай алмаса өздері, ауру болса сондай. Неге ол кез келген әйелге қосып кетеді олардың? Ойы лас боп тұр ғой, ойы санасы надан боп тұр ғой, бұт темасынан шыға алмайтын боп тұр ғой. Бұндай надандықтан қазақ арылу керек. Надандық деңгейге түспеу керек. Біреуге жаңа қозатындай бас істемейтін ауру болмаса, бұндай енді білмеймін. Әйелдерде сана сезімін өсіру керек, оқу керек, тоқу керек. Теке отырып, бүркеніп, жаңа өмірден баз кешудің не қажеті бар? Оқы сауаттан, қазақта мұндай заң болмаған. Қазақта жеті атаға дейін бір-біріне дейін араласқан қан емес, қаны бұзық халық емес олар сияқты. Надандық қазақтың түбіне жетейін деп тұр. Сосын жаңағы байқасаңыздар, сол көбінесе оранып алған коучтар айтады, жаңағы бұрын қазақта презерватив болмас, қойдың шегін пайдаланған. Айтатындары бірыңғай жаңағы төсек тақырыбы. Оранып алып, орамалға келіп алып айтатындары. Неге олар ондай әңгіме айтады? Бірыңғай осы әйелдің, еркектің әңгімесі бітті. Адам надандықтан арылу керек, білімді болу керек, оқу керек, жарық әлем, сананы тазарту керек. Белден төменде басқа да дүниелер барын ұғыну керек. Саналарыңызды оятыңыздар. Қазақ болыңыздар, салт дәстүрді ұстаныңыздар. Арабтардан бізге үйренетін ештеңе жоқ. Ол арабтардың үйренетін салт дәстүрін бізге әкеп тықпаламау керек. Оның киімін насихаттап, оның бүкіл жаңағы арам, азғын ойларын насихаттаудың қажеті жоқ. Бала болу керек, әр әулеттің жаңағы сақталу керек туыстық қатынас. Оларда туыстық қатынас сақталмайды деп тұрмын ғой. Немере қарындасына көз салады, үйлене береді олар. Қаны бұзылған халық дейді ғой. Әсіре діншілдіктің соны осындай адасуға, жаңағы фанатизмге алып келеді. Өзгені адам сынбай, біреудің бой басына ақыл айтатын адамдар көбейеді. Әйелдеріне шейін өздерін солай жертва қылады. Бізге айту парыз, бізге бүйту парыз, анау парыз деп. Баспен кіріп кеткен өздері де білмей қалады. Әрине біздің қазақтың даласында қыздар бірмелі көйлек киіп, тақия киіп, әдемі болып жүрген, ұзын көйлек киіп, көйлек киібі деген ол қиын дүние емес, бірақ ол саяхатқа келгенде жаздым ғой, бүкіл шөпті сыпырып, шоғайнаны сыпырып, көйлек киіп далада саяхаттамайсың ғой туристер. Трекингті кроссовка киесің, шалбар киесің, спортивка киесің деп. Әр нәрсенің өзінің жөні болады. Көрінген адамның несіне ілініп, одан кемшілік іздеп, киімін сөз етіп, бой басын сөз етіп, анау не, мынау не дейтін осы сол надандықтың көрінісі. Адамның рухани өспегенінің, надани санада төменгі сатыда қалып қойғанның көрінісі бұл. Біреуге келіп сын айту, біреудің киімін талқылау, біреуге ананы айту, өзінің қалаған біреуге істеткісі келетін адамдар, ол уже дені сау емес деген сөз.